Баршаңызға сәлем болашақ аналар, сіздермен Каусар. Бүгінгі менің жаңа әрі пайдалы видеома қош келдіңіз. Бүгінгі видео көріп тұрғандарыңыздай перзентханаға алып баратын сумка жайында болады. Яғни сіз роддомға түскеннен бастап сізге ауруханада қандай заттар керек болады, сол туралы айтатын боламын. Сіздерге, әсіресе алғаш ана атанғалы жатқан жас келіншектерге бүгінгі видео пайдалы болады деген үміттемін. Себебі өзім екінші жүктіліктің 38-ші аптасында болған соң сіздермен өз тәжірибеммен бөліскім келді. Және бірінші баламда босанар кезде маған не нәрсе қатты қажет болды, не нәрсе керек болмады, сол туралы да видео барысында көретін боласыздар. Мен роддомға 2 түссіз сумка апарамын. Сумканың түссіз болғаны маңызды, себебі ауруханада түрлі бактериялар болғандықтан сумка жууға ыңғайлы болу керек. Арнайы осылай 2 сумка дайындадым. Біреуіне өз заттарымды, екіншісіне баланың заттарын салдым. Бірінші баламда бір ғана сумка апарған болатынмын, және босанар сәтте акушер баланы орайтын жаялықты таппай менен қайта-қайта сұрап, бөтен сол жердегі өздерінің ескі пеленкаларын баланың үстіне жапқан болатын. Себебі мен босанар сәтте паника болып, баланың заттары сумканың қай бөлігінде екенін айта алмай қалдым. Ал осы жолы толықтай баланың заттарын арнайы бөлек бір сумкаға дайындадым. Алдымен сіздерге өз сумкама не салдым, соны көрсеткім келіп тұр. Бұл анаға арналған сумка, ішінде родзалдан бастап палатадан шыққанға дейінгі өзіме керек заттар бар. Ең бірінші қажет зат бұл документ салынған папка және 2 пакет. Файлдың ішінде менде перзентханаға барған кезде тексеретін алмасу картасы, УЗИ нәтижелері, тапсырған анализдер, дәрігерлердің қабылдауы туралы анықтамалар, барлығы осы бір папкаға жиналған. Қасына ыңғайлы болсын деп телефоным мен зарядкамды да осы папкаға салдым. Міндетті түрде папка документтер мен 2 пакет сумканың бетінде болуы керек, себебі роддомға барған кезде документті бірінші сұрайды. Ал 2 пакет ол сіздің үстіңіздегі киім мен аяқ киімді салып үйіңізге беріп жіберуге арналған. Келесі бізде резиновые тапочки, міндетті түрде жуылуға ыңғайлы, тайғанақ емес болуы керек. Роддомда түрлі бактерияларды үйіңізге тасымас үшін кәдімгі үйге арналған тапочкалар болмайды, ал резиновые тапочки жууға ыңғайлы болғандықтан көбінесе дәрігерлер соны кеңес беріп жатады. Және родзалға шығар кезде біз киім ауыстырамыз, яғни үстіміздегі киімді шешіп босануға арналған арнайы сорочка киеміз. Мен түнде ұйықтағанда киетін өзіме ыңғайлы сорочка алдым. Осы жерде айтып кетейін, бір реттік синтетикалық сорочкаларды алуға кеңес бермеймін, себебі толғақ барысында ол ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Яғни толғақ кезінде біздің денеміз босаңсу керек. Сондықтан сіздерге кеңесім, өзіңіз түнде кигенде өте ыңғайлы, өзіңіз комфортны сезінетін 100% мақталы және жаңа емес сорочка алғаныңыз дұрыс. Босану сәтінде су қан болады, сол кезде ол киімде білінеді, яғни сізге ол сорочка орысша тілмен айтқанда қатты білінгенде не жалқы болуы керек. Мен сорочкамен қоса қасына шұлық және халат алдым. Қабылдау бөлімі жақ салқындау болуы мүмкін, сондықтан сіздерге де алуға кеңес берем. Перзентханаға барғаннан кейін халат, тапочка, сорочкамызды киіп, қабылдау бөлімінен родзалға көтерілеміз. Босану сәтінің екінші кезеңіне дейін бізде тек толғақ болады. Сол кезде толғақты жеңілдететін нәрсе ол ең алдымен су. Барынша көбірек су алғаныңыз дұрыс, әсіресе ішкенде жатып ішуге ыңғайлы спортивный варианттағы бөтелкелермен алуға кеңес беремін. Родзалда болғанда көбінесе КТГ түсіреді, сол кезде біз тек суды жатып қана іше аламыз. Мен жалпы 2 литр су алдым. Бірінші босануымда маған 2 литр су жеткілікті болды. Толғақты жеңілдету мақсатында зәмзәм суы мен өзіме перекус ретінде және бала дүниеге келген сәтте сүннет амалын жасау мақсатында қасиетті Меккеден келген әжуа құрмасын алдым. Келесі бізде родзалда су кетпей тұрып және су кететін кезде киетін бір реттік
үлкендерге арналған памперстер, яғни бұның ішінде депент сорғыш су өткізбейтін іш киімдерден 3 алдым. Су кетпей тұрып, потуги басталмай тұрып, осы трусиктерді киюге кеңес беріп жатады. Және қатты толғақ, яғни потуги басталған сәтте үлкендерге арналған подгузниктен 2 данасын алдым. Бұл су кеткенде өте ыңғайлы. Роддомға кетер кезде міндетті түрде ұмытпай алу керек. Тағы да ең маңызды ұмытпау керек зат ол су өткізбейтін впитывающие пеленки. Бұл бір реттік, негізі тізімде 3-4 данасы жазылған, бірақ мен өзіме 10 данасын апарамын. Босанғаннан кейін де керек болады. Төсекке жатқанда төсекті көп әйелдер бүлдіріп қойып жатады, ал мен ондай жағымсыз жайттар орын алмас үшін көбірек алдым. Келесі бізде дымқыл дәретхана қағазы және унитаз бетіне қоятын бір реттік покрытие. Дымқыл дәретхана қағазынан әдейі сәйкес келетін түрлі инфекцияларды болдырмайтын эко-бумагадан алдым, сіздерге де кеңес берер едім. Тағы да ең қажетті заттардың бірі бұл қағаз сүлгілер және кәдімгі дәретхана қағазы. Бұл да жеке бас гигиенасына ең керек зат. Келесісі бізде осындай дорожный набор, ішінде жеке гигиенаға арналған заттарым, шампунь, интимді гель, крем, тіс жуатын щетка, паста, ерінге жағатын бальзам, тағы басқа керекті заттарым бар. Менде табиғи босану болғандықтан, ол жақта кем дегенде 3-ақ күн жатамын, сондықтан бұл күтімге арналған заттарым жеткілікті. Тағы да жеке бас гигиенама өзіме тарақ, қатты сабын және омырауға арналған вкладыши алдым. Алғашқы күндері сүт көп мөлшерде келуі мүмкін және міндетті түрде сүлгі алдым. Босанғаннан кейін алғашқы күндерге міндетті түрде әйелдерге ең керек зат ол урологиялық прокладкалар. Яғни кәдімгі прокладкадан 4 есе жақсы сіңіреді. Алғашқы күндері қан көп мөлшерде келетін болған соң кәдімгі прокладки жарамайды. Сондықтан міндетті түрде урологиялық төсемдерді киюге кеңес беріп жатады. Тіпті кейбір дәрігерлер бір реттік трусыларды қолдануды кеңес етеді. Яғни видеоның басында көрсеткенімдей, мысалы депент трусик ол да босанғаннан кейінгі кезеңге таптырмас керек зат дер едім. Родзалдан шығып палатаға жататын кезде киім ауыстыруымыз керек болады, яғни таза сорочка және халат керек. Қасына тағы заттар алдым, кәдімгі іш киімнен 2 алдым. Бірінші баламда тіпті 1 де жеткілікті болған, бірақ сонда да 2 алып қойып жатырмын. Міндетті түрде өзіме шұлық, емізуге ыңғайлы бюстгальтер, түнде киетін штаны және орамалдарымды салып барлығын бір пакетке дайындап қойдым. Босанғаннан кейін киетін киімдер емізуге ыңғайлы болу керек, әсіресе осындай назапах ашылатын сорочкаларды киюге кеңес етер едім. Мінекей, анаға керекті заттарды айтып кеттім. Көбінесе болашақ аналарға кеңесім сонша көп зат апарудың қажеті жоқ. Мысалы, кейбір аналар молокосос, балаға соска, бутылка апарып жатады. Оны жай ғана сатып алып, үйіңізге стерилдеп дайындап қойсаңыз да болады. Көбінесе роддомда ол заттар керек болмайды. Ал егер қатты керек болса, үйіңіздегі адамдарға айтып, алғызып алсаңыз болады. Сол сияқты киімдерді де көп апармағаныңыз жөн. Себебі біз ол жаққа көшіп бармаймыз. Егер сізде табиғи босану болса, бар болғаны 2-3 сутка ғана жатып үйірса, үйіңізге шығасыз. Сондықтан босануға 1 сорочка, босанғаннан кейін 1 сорочка комплект сізге 2-3 күнге жеткілікті. Енді сіздерді баланың заттары салынған сумкамен таныстырамын. Балаға көп зат керек емес, ең маңызды керек заттарды, киімдерді салдым. Ең бірінші бізде дымқыл майлықтар, яғни влажные салфетки. Бұл 99,9% судан тұратын, иіссіз, спиртсіз, жабысқақ емес, гипоаллергенді болуы маңызды. Себебі родзалда баланың үстін осы салфеткамен сүртеді. Мен Лавулар фирмасының дымқыл майлықтарын алдым. Өзіме осы фирманың салфеткалары қатты ұнайды. Келесі бізде баланың алғашқы киімдері. Мен алғашқы киімдерінің ақ түсті болғанын қаладым. Бұл жерде баланың бас киімі, чепчик, распашонка, жұқа распашонка, ползунки, носки және пеленкалары мен подгузники кіреді. Алғашқы киімін арнайы пакетке салып дайындап қойдым. Өзімнен бөлек тағы да 1 реттік жаялықтар алып қойдым. Бұл балаға арналған, көлемі кішкентай, ішінде 10 штук бар. Перзентханада баланы педиатр келіп тексергенде баланың астына осы пеленкаларды төсейтін боламын. Келесі бізде мақталы дисктер мен таяқшалар. Бұл баланың көзін, мұрнын сүртіп отыруға ыңғайлы.
Арнайы пакетке баланың майда заттарын салдым, яғни кішкентай сүлгі, шұлық, қосымша бас киім, царапки қолғаптары. Бұл да балаға керек заттардың бірі. Бірінші баламда ең қажет болған заттардың бірі бұл баланы орайтын плед, яғни муслиновый одеяло алдым. Себебі қыс мезгілі болғандықтан роддомның іші салқын болмайды деген соң жұқа плед алдым. Бір жағынан муслин матасының жақсы жері ауа өткізеді және 100% мақталы мата болғандықтан бала өзін жайлы сезінеді. Баланың алғашқы 2 пеленкасы да муслин матасынан болатын. Бұл пеленкалар менің тұңғыш ұлымнан қалған пеленкалар. Осы пеленкада балам өзін жақсы жайлы сезінетін болғандықтан осыларды роддомға алуды жөн көрдім. Алғашқы киімдерінен бөлек тағы да 3 в 1 комплект алдым. Бала киімін бүлдіріп қойып жатса ауыстыру үшін. Бұл жолы қыз бала болғандықтан қызғылт түсінен алдым. Ішіне жұқа распашонка, чепчик, ползунки кіреді. Жұқа распашонкадан бөлек 2 комплектте қазақстандық бренд Rahim Baby компаниясының бала киімдері. Осы фирманың бала киімдері өзіме қатты ұнады. Бірінші баламда 3 пеленка алған болатынмын және ол да жеткілікті болған. Ал бұл жолы 4 пеленка алып жатырмын. 2-і жұқа, 2-і қалың. Мынау қосымша қалың пеленка, яғни балаға керек болған жағдайда осыған орайтын боламын. Келесі соңғы әрі ең маңызды затымыздың бірі баланың подгузниктері. Негізі үйге бір пачка Йокосан подгузниктерін алып қойған болатынмын. Ал роддомға осы 3 түрлі подгузникті апарамын. Балаға аллергия бермейтін жайлы подгузникті болашақта алу мақсатында. Жалпы бірінші баламда Pampers брендінен басқа ешқандай подгузник аллергия бермеген. Бұл жолы қызымда да солай болады деген үміттемін. Бірақ әр бала әртүрлі болады деген соң 3 түрлі подгузниктен апаратын болдым. Бұның ішіне Huggies, Йокосан және Mello деген жөргектер кіреді. Сіздерге тек роддомда керек заттарды көрсеттім, ал ең маңызды әрі қуанышты күн выпискаға арналған комплектті де көрсететін уақыт келді. Қыс мезгілінде босанатын болғандықтан -30 градус салқында да шыдайтын 3 айға дейін киюге болатын конверт комбинезон алдым және оның ішіне киетін слип комбинезон шапкасымен дайындап қойдым. Бұл слип Mom Baby брендінен, бұл да отандық бренд. Көбінесе выпискаға балаға арнайылап әдемілеп нарядны кигізіп жатады, ал мен өзім ондайды ұнатпаймын. Ең бастысы киім балаға ыңғайлы болуы керек. Слип алған себебім де бір реттік емес, бала 2-3 айға толғанша киюге ыңғайлы болсын деген ниетпен алдым. Конвертте солай, кейбір аналар әдемі вуальмен, фатасы, банты бар, әдемі тастары бар, сондай одеяломен орап шығарып жатады. Ал ол тек бір күн ғана фотосессия ретінде жарайды. Негізі кейінде киюге ыңғайлы етіп алған әлде қайда тиімдірек. Мінекей бүгінгі видео соңына да жетіп қалыппыз. Сіздерге ең маңызды деген, ең керек деген заттарды көрсеттім. Басында айтқанымдай артық зат керек емес. Тек ең маңызды деген заттармен барған әлде қайда жеңіл болады. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Егер видеодан қандай да бір маңызды затты ұмытып кетсем, комментарийге жаза кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін алғысым шексіз. Сіздермен болған Каусар. Келесі видеоға дейін амандықта жүздескенше.